Дәл қай күні өткені есімде жоқ. Әйтеуір 50-ші жылдардың аяғы, 60-ші жылдардың басында Қазақстан Жазушылар Одағында ашық партия жиналысы болды. Өз басым жиналыс атаулыны жек көрем. Әйтсе де, жолдастарым, әріптестерім үгіттеп қоймаған соң, сол ашық партия жиналысына бардым. Қынжыла бардым. Бірақ барғаным дұрыс болыпты. Ол жиналыс менің көп нәрсеге көзімді ашты. Қаламдастарымыздың көбі, әсіресе айдаудан аман есен оралғандар, 30-ші жылдардың ойраны туралы біраз сыр шертті. Ашына сөйледі. Қаламгерлермен бірге сол жиналысқа ойранда опат болған жазушылардың жесірлері де қатынасты. Ілияс Жансүгіров пен Бейімбет Майлиннің үйіндегі қам көңіл шешелерімізді мен бірінші рет сол жерде көрдім. Фатима шешеміз Мұхамеджан Қаратаевты жерден алып жерге салды. Ілияс айдалып кеткеннен кейін Қаратаевтың үйлеріне басып кірген, ақынның кейбір қолжазбаларын жыртып туалетке ағызып жіберген, аузы мұрнынан шығып әрең отырған жүкті әйелді көшеге айдап шығып, Болат деген ұлы мұз үстінде босанғанын ашынып айтты. Өтірік десеңдер, мына отырған Бейімбеттің жесірінен сұраңдар. Нәрестенің кіндігін осы кісі кесті деді. Біраздан кейін мінбеге Хамза Есенжанов шықты. Ол кезде, деді Хамза ағамыз, сотқа 3 адам шақырылады. Менің ісіме байланысты Қажым Жұмалиев, Оралдың бір казак орысы және Дихан Әбілов келді. Хамза Есенжанов ұлтшыл ма деген сұраққа Қажым жоқ, ол ұлтшыл емес деп, казак орыста жоқ, ұлтшыл емес деп жауап берді. Дихан Әбіловтің олай деуге ерлігі жетпеді. Ол қазір осы залда отыр деп мінбеден түсті. Иә, рас, солай дедім. Олай демеуге менің құдіретім жетпеді. Олай демегенімде менің өзімді айдап кететін еді. Сондықтан сені қаралауға мәжбүр болдым. Бар шындық осы, қалай десең олай де, болар іс болды, деді Дихан Әбілов. Бір кезде мінбеге Қасым Тоғызақов деген ағамыз көтерілді. Не бүлдіріп қойғанымды түсінсем бұйырмасын. Түрмеде отырып жылай бердім. Өксіп жыладым. Бір уақытта түрменің бастығы келді. Сен неге жылайсың? Бұл патшаның түрмесі емес, социализмнің түрмесі. Ұялмайсың ба жылауға, деді. Өздері жыларман болды отырған халық осыны естігенде ду күлді, жабыла күлді. Жиналыс ұзаққа созылды. Құсалы қаламгерлер ашу-ызасын бүгіп қалмай, іркіп қалмай, ақтарып салды. Бірақ мен сол өткен жиналыстың протоколын жазып отырған жоқпын. Есімде қалған кейбір оқшау тұстарын ғана ортаға салмақпын. Тарихтың аты тарих, шындықтың аты шындық. Оны ұмытуға да, бұрмалауға да болмайды. Сондықтан да мен бүйректен сирақ шығармай, барынша әділін айтып бағам. Бірақ қанша еске түсірсем де, сәбеңнің атына айтылған ащы сөз тіпті өкпе наздың өзі болған жоқ. Бұл тегін болмаса керек.